Ассалаумағалейкум жігіттер қыздар, сендермен бірге әдеттегідей мен Мансұр. Бүгінгі видеоның тақырыбынан немесе превьюдан көргендерінде біз бүгін Нұрсұлтан Назарбаевтың аккаунтын Black Russia'да жасайтын боламыз. Видео каналда уже 2 аптадай болмапты, даже 3 апта. Неге десеңдер, менде что-то каналда активта не онша болмай жүр, и былай өзімнің ауырып жүргенімде бар, содан видео болмай жүр. Но давайте осы видеоға бір жақсы актив көрсетіп тастасаңдар, келесі видеоны тез арада шығаратын боламын. Видео бастамасынан бұрын менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпа, және де комментарийға келесі видеода қандай видео жасайын жазып кет, мүмкін сенің идеяң ұнап қалып, сол идеяны жасайтын боламын. Ал олай болса біз видеоға кеттік. Ең бірінші әрине Назарбаев сезіну үшін өзімізді Назарбаевтың скиніне ұқсайтын бір скин табайық Black Russia'да. Мына жақта өте көптеген скин бар, но бізге именно андай сәл томпақтау келген, и сәл костюм шалбармен келген бір скин табу керек, чтобы біздің президентке ұқсау үшін. Достар, мен көп ойлана келе осы Ким Чен Ын, яғни Кореяның президентінің скинін алуды шешкен болатынмын. Неге десеңдер, олардың ұқсастығын айтып кетейін сәл. Екеуі де, во-первых, президент, екіншіден екеуінің де сәл былай түр әлпеті де, былай денесі де ұқсайды екен. Біздің де президентке сәл келетін сияқты ма. Алай болса, енді кезекте Назарбаевтың автопаркын істейік. Ең бірінші машинаға қандай машина алсақ болады? Мынандай Bugatti, спорткарлар керек емес сияқты. Мына жақта Bentley вроде болады, но давайте Rolls-Royce'тың ең мықтысы осы Rolls-Royce Phantom'ды алайық. Әйтпесе басқалары пока келмейтін сияқты. Ақ дискке қоямыз, и бізде 50 миллионға все бірінші машинамызды алдық. Екінші машинада менде екі выбор болып тұр. Мынау Bentley'дің мына түрі, яғни андай үсті ашық, яғни крышасы жоқ, или Bentley'дің мына түрі. Но мен осы екінші түрін алуды шештім, өйткені біріншісі сәл спорткарға келетін сияқты, чем серьезный машинаға қарағанда. Үшінші машинаға көп ойланған жоқпын, барлық президентте бар машина, ол біздің әрине Maybach. 25 миллионға сразу сатып алдым. Достар, мен аяқта өзімнің соңғы машина, яғни 570-ті алып жатырмын Lexus. Сонымен бізде қанша машина болды? Ровно 10 машинаны бірінші тұрған яқтаны санамағанда. Өздерінде көріп тұрсыңдар қандай машина алғанымды. Мына жақта Geely алдым, тағы да Audi алдым, Range Rover, общем, бір сондай серьезный машиналар. Еще 570-ға ұқсайтын Cadillac'ты да алған болатым. Давайте екінші очередте біз өзімізге обязательно үй алайық, особняк. Мына жақта мынау бізде ең четкий осы Black Russia'дағы үй, Рублевкадан сразу алатын боламыз. И сразу же, конечно, бізде улучшениесін істеп улучшить дом, обязательно дом и квартира, и подвалды да істеу керек. Мына жақта 5-ші уровеньге дейін періп тастадық. Соңғысын істей алмаймыз, өйткені бізде ол тек квартирада істелінеді. И келесі так подвалға кірейік. Подвалды по идее 150 рубль ғой деймін. 150 рубльға тоже улучшать еттік. И бізде еще мына жақта гараж бар. Гараждың түрін өздерің көріп тұрсыңдар, бір какой-то ауылдағы бір гараж сияқты тұр. Бұны да давайте улучшать етсек. Так, оны командасы гараж деп жазамыз. Мына жақта изменить, улучшение, и бірінші, екінші. Ошын оның гараждың түрін өздерің білесіңдер, 5 миллионға ала саламыз. Гараж қандай болатынын бір бағыттарын білетін жасыңдар. Все, біздің 5 миллионымыз кетейін деп жатыр. Улучшение, соңғы 5 лям. И вот, біздің гараж кішкене, вот, көріңдер ма? Гараж деген осындай болады. Как мне Назарбаевтың гаражы осындай болады. Президенттерде бизнес болады болмайтын білмеймін, но Black Russia'да бізде ақшаны басқа құртатын жер жоқ. Сондықтан да давайте өзіміздің Назарбаевымызға бір технический центр давайте алып қоя салайық. Бізде мына жақта қанша ставка қоюымыз керек? 72 миллион, по идее 72 миллион 100 мың ғой деймін. В общем, мына жақтан қарап 6 нөл ма, қанша нөл өзі? Давайте осыны жаза берейік. По идее 72 лям. 72 лямға все біздің так технический центрді алдық, но 8 сағаттан кейін ғана ала аламыз. Көп уақыт ары-бері ойлана келе не істерімді білмей, мен ақыры сонда решение қабылдадым. Әрине жігіттер, қандай решение деп ойлайсыңдар? Давайте неге бізге осы Назарбаевқа бүйтіп қатысты номер алмасқа? Давайте ала салайық, все-таки бір 3 ма, 2 ма номер ала салайық. Ең бірінші ойыма келген менің Каз деген номер болған болатын, но өкінішке орай бізде З деген әріп Black Russia'да жазылмайды екен. Сондықтан да білмеймін. Давайте КР дей салайық, Қазақстан Республикасы ККР, яғни 01 регион. Все, 3085 Blackcoin-ға алындық. Екінші номерде мен Назарбаев дегенге бір келтіргім кебеді, но как всегда З деген әріп жазылмайды, сондықтан да бір нар деп ала салған болатымын. Үшінші номерге бізде Blackcoin жетпей қалды, мен сондықтан да салып келдім. Енді үшінші номер давайте 001 ННН, яғни Назарбаев дегенге келтіріп 01 деп ала салайық. Бізде менде баста идея жоқ қалмады, яғни. Все, жігіттер, бізбен осының по идее номерлер бітті. Ема ойынан да шыға жет, потолок.
Ақыр сонда нүктесін қойып мен өзіме осындай фама ашқым келген, правительствоға келіп атын Назарбаев деп жазып, но ашайын деген кезде менде оказывается уже фама бар екен. Прикиньте. Осылайша жігіттер, бізде Назарбаевтың аккаунты Black Russia дайын. Видео ұнаса, осы видеоға лайк басып комментария жазып кетіңдер. Және де бағана айтып кеткендей комментарияға келесі видеода қандай идея жасайын жазып кетіңдер. Если сен идеяң ұнаса, обязательно сол видеоны түсіретін боламын. Алай болса, біз видеоның соңына да келіп жеттік. Видеоны до конца қарағандарына үлкен рахмет. Давайте каналға тіркеліп, осы айдың соңына дейін, то есть ладно, сентябрь біткенге дейін каналда бір хотя бы 1500-2000 подписчик жинап тастайық. Сендермен бірге болған мен Мансұр. Всем удачи, давайте.